Мен өткенде Инстаграмда адам неге қаржылай қиын жағдайға түсіп қала береді деген тақырыпты айтқан болатынмын да. Мен ойымша бір өте маңызды тақырыптардың бірі сияқты, потому что біз енді зерттеу жүргізген кезде ең бірінші маңызды тақырып бұл ақша, кәдімгі екінші тақырып қарым қатынас, үшінші тақырып денсаулық болғанда қызығы. Негізі наоборот болу керек қой, бірінші адам денсаулығын ойлап, содан кейін барып қарым қатынасын ойласа, содан кейін барып кішкене ақшасын ойласа деген сияқты. Бірақ өкінішке орай қазір бір материалды өмірде өмір сүргеннен кейін ақшаның рөлін мен жоқ деп айта алмаймын. Ол маңызды. Көшеге шықсаң да ақша болып кетті ғой. Сондықтан осы жағдайды мен қазір айтқым келіп тұр. Енді адам қанша ақша тапса да бір қаржылай жағдайға түсіп кете береді, қарызға түсіп кете береді. Ол сен 100 мың табасың ба, 10 миллион теңге табасың ба, разница жоқ. Жетпейтін ақша жетпей қала береді, немесе қайтадан адам қарызға түсіп кете береді. Бұның себептерін қазір сіздерге айтқым келіп тұр. И бұл жағдай еще тағы да бір адамның өмірінде бір белгілі бір сценарий қайталана береді. Мысалы, мен көбінесе білем, өткенде бір жігіт продюсер жігіт несін ауыстыра береді екен да, жаңағы эксперттің қайта ауысып кете береді. И белгілі бір сценариймен бітеді каждый раз. Сол сценариймен бітеді. Енді бұл жағдайдың не үшін біз қайталанып отқанын түсінбейтін болсақ, бұл скорее всего қайталана береді. И сол сияқты бізге қаржылай қиын жағдайға не үшін түсіп қала беретінімізді түсінбесек, бұл жағдай скорее всего қайталана береді. Тура сол сияқты біз қарызға не үшін қайта түсіп қалатынымызды түсінбесек, түсіну не обязательно, оны еще бізге мышлениені өзгерту керек. Оны өзгертпесек, скорее всего, ол да қайталана береді. Мен мына нәрсені айтқым келеді да, вообще ең бірінші причина бұл адамдардың іздегені ақша емес, по-любому. Ол ақшаның сыртында, вообще негізі көп адам ақшаны іздемейді негізі бірінші. Оны ақшаның артында тұрған сезімдерді іздейді. Ол махаббат, ол безопасность, ол бір внимание, бір уверенность, бір алғысы келеді. Ақша табам, содан кейін барып елдер мені жақсы көреді, мені мойындайды деген сияқты сезім бар. Сондықтан бұл бірінші причинасы. То есть адамдар негізі ақшаны іздемейді, ақшаның артында тұрған осындай сезімдерді іздейді. Сол сезімдерді іздегеннен кейін, ол сезімдерді қайта қиын жағдайға түскен кезде адам сол сезімдерді алуы мүмкін. Ашық шындық, например, бір жағдай болған, бір жігіт айтады, мен енді пәленбай миллион оборот жасап жатырмын, мен қайта қарызға түсіп кете беремін дейді маған. Соны айтамын ғой, сен қарызға түскен уақытта өзіңді қалай сезінесің деп, мен жаман боламын дейді, кәдімгідей бір қарыз болған әркімге ұнай бермейді ғой, жаман боламын дейді. Но сол уақытта енді бұл кісіге бар біреуден қарыз сұрау, біреуден ақша сұрауы удобно, потому что сол уақытта бұл кісіге кәдімгідей назар аударады, бұл кісіге внимание бөледі, бұл кісінің может өмірінде қарыздар арқылы, сол кредиттер арқылы может даже смысл пайда болады, да? Потому что приколдар бар ғой, закрыл кредит, потерял смысл жизни дей ма. Кредиттердің бәрін жауып, ары қарай не үшін ақша табатынын білмей қалдым деп прикол ұстап айтады. На самом деле бұл прикол емес, шынымен солай. Көбіміздің өмірімізге қарыз, кредит бұл сондай бір смысл придавать етеді. Потому что сол уақытта сен существовать етуге право аласың да, как будто сенің қарызың бар, сол қарызды жапқаннан кейін қарызды жабуға өмір сүресің деген сияқты ғой, вот солай. Екінші причинасы бұл қайталана беретін жағдайларда. Адам страдать етіп үйреніп қалған. Страдать етіп үйренгеннен кейін адам білесіздер ма, даже мен былай айтатын едім, бұл страдание біздің қанымызда бар нәрсе да. Өткенде потоп болып жатқан кезде, өлеңдерді қойып жатқан кезде, сол өлеңді кінәлап жатты ғой біздің халық ше. Сол өлең үшін бізде потоп болып жатыр, нормально өлең шығарыңдаршы деп. Бір сондай бір шындық бар шығар, потому что
бір как бы страдать ету арқылы мен бір өмір сүруді білетін шығармын. Не үшін бұл страдание бізде көп? Бізде жалпы мен даже прикол ұстап тоже айтатынмын, уайымдау ғылымдарының докторы деп ше, бір енді уайымдау қатты жақсы көретін адамдарды. Потому что ойладық біз ше, біз алдандық, біз страдать етсек, артында бір үлкен бір приз бар деп ше. Ну, достар, правда в том, что сен қанша страдать етсең де, сен страдать етіп болып, артында сен призға келмейсің. Сен сол бұрынғы проблемаға келесің қайттан. Но страдание саған еш нәрсе бермейді. Біз страдание арқылы бай болатын болсақ, біз әлемдегі ең бай халықтардың бірі болатын еді. Потому что страдание ол тек қана саған бір иллюзия береді, как будто сен бір жұмыс істеп жатқан сияқтысың, как будто сен бір нәрсені шешіп жатқан сияқтысың. На самом деле ол саған еш нәрсені бермейді. И даже біздің халыққа это страдание, наверное, больше, чем чудо. Больше, чем чудо, например. Мен страдать етсем, значит, мені жақсы көретін шығар деп ойлаған шығармыз. Естеріңізді алыңыздаршы, кішкентай кезіміздің өзімізде біз ауырсақ қана бізге көңіл аударады. Ауырсақ қана ыдыс жумауға болады, например, да? Внимание алуға болады. Или мен есімде сен қыдырып, сен бәрі күшті болып келсең, сен үйге келіп страдать ету керексің, үй жинау керексің, может, как бы бір ыдыс жуу керексің. Болмайды, вообще запрещено, как бы қуанып жүруге запрещено. Сен страдать ету керексің. Осындай бір установка болған кезде, и сол өкінішке орай бұл мінезімізге, мінезден өтіп кеткеннен кейін тағдырымызға айланады. Сосын бұл кәдімгі привычка болады, әдет болады, характер болады кәдімгі. И сен каждый моментте өзің түсінбей қайта-қайта қиналатын жағдайға түсе бересің, потому что страдать ету жақсы көресің. Страдать ету арқылы, кайф страдать еткен. Согласитесь, страдать это кайф. Иногда, наверное, бывает такое, сіздер бір қайғылы бір өлеңдерді қосып алып, там, страдаете, кайф же, ходите там по улице, либо просто төсекте жатасың, страдать етіп, тоже кайф, это тоже наркотик. Ең қиыны, ең ужасный, наверное, сен соған үйреніп қалсаң, сенің миың қайта-қайта сен соны требовать ете беретін болады. И біз алдандық, достар, біз алдандық. Біз ойладық, бізге страдание болса, скорее всего, біз бір нәрсе жасап жатырмыз. Нет, бізге страдание емес, бізге усилие керек. Бізге усилие керек. Бізге действительно усилие керек. Жұмысқа келіп 9-дан 6-ға дейін отыратын адам, 9-дан кешкі 12-ге дейін 10-ға дейін отырғаны ешқандай пайда жоқ. Егер де ол нәрсе жасамаса, усилие жасамаса. Он просто так страдает. Нам нужны усилия, действительно усилия керек. Енді ойланып көріңіз, сіздің өзіңіздің өміріңізде сіз больше страдаете, либо усилие жасап жатсыз. Страдать етуге біздің энергиямыздың барлығы кетеді. Ол қалай болады? Ол менде болмай жатыр, андай болып жатыр, жалоб айту, шағым айту, өкпелеу, басқаларға назы болып, сен наны жасамадың, мен наны жасамадым, немесе тағы қандай нәрселер бар. Басқаларды кінәлау, көре алмау, сұрау, күтіп қалу, бір адамнан күтіп қалу, қазір ана адам шешіп береді, ана адам шешіп береді деп. Бұл еш нәрсе бермейді. Бұған сенің тек қана бүкіл энергияң осыған кетеді. Енді ми ойламаңыз, сіз жасай алмайсыз деп. Жоқ, страдать еткен ми тоже усилие жасай алады. Потому что страдать етуге на самом деле мы больше тратим, чем усилия. Ребят, қайттан тыңдаңызшы, страдать етуге біз больше тратим энергии, чем усилия жасағаннан. Потому что когда ты делаешь усилия, сен, по идее, наполняешься. Потому что ты же видишь какие-то результаты по-любому. Сен қандай да бір результат алғаннан кейін, ол саған бір белгілі бір
наполнение берет. А вот страдание, оно дает ничего, абсолютно ничего. Вот даже ол бізді минусқа түсіретін состояние шығар. Мен білмеймін енді бізде бар ма жоқ па ол нәрсе. Мынау қарызға түскен адамның біздегі дұғасы андай сараңдықтан және сараңдықтан, тәкаппарлықтан және жалқаулықтан сақта деп айтылады дұғалар, по-моему. Сол жердегі жалқаулық деген нәрсең сараңдық и бұлардың барлығы страдание. То есть сен просто страдаешь, сен жатсың, просто страдать етіп жатсың. А саған шынымен бір усилие жасасаң, одан шығасың сен ол нәрседен. Сондықтан бұл сөзді мен көп айтқым келмейді, но все-таки өзіңіздің өміріңізде бұл страданиеге қатты назар аударыңыздар. И қалай шығамыз? Бұлары привычка. Я қазір сіз былай айта алмайсыз, мен енді болды страдать жетпеймін, мен енді болды қазір. Все, мен қазір усилие жасаймын деп ше. Через какое-то время по-любому сіз страданиеге түсіп кетуіңіз мүмкін. Потому что бұл привычка, бұл автоматизм, потому что біздің миымыздың 98% это бұл робот, кәдімгі робот болып, белгілі бір программалардан жасалған заттар. Бізге оны көре алу керек бірінші, мойындай алу керек, көре алу керек. Содан кейін, скорее всего, өзгертуге деген мүмкіндік пайда болады. Мен бір еще тағы да айтатын, зачем страдать, когда можно не страдать, деп айтатын. Ну, действительно, зачем страдать, если сен страданиең ешнәрсе бермесе. Сондықтан достар, страданиені қойып, көбірек усилияға мән берейік. И мен қазір бұл страданиеден қалай шығу үшін мендегі бір автоматизмдер бар да. Бұл привычка болып қалған кезде қалай шығамыз бұл нәрседен. Вот привычка 21 күнде, 90 күнде формироваться етілмейді өкінішке орай. Но хотя бы солай бастау керек, но привычка 4 жылда формироваться ететін шығар. Сондықтан бізге осындай страдания келген уақытта біз өзімізді ұстап алу керекпіз. Бұл мен емес, бұл менің просто автоматизмдерім. То есть сіздің ішіңіздегі бір вирус сияқты. Бұл біліңіз, сіз страдания сізде өмір сүре аласыз. Бұл видео арқылы мен сіздерді бір страданиеден ала алмасам да, келесі бір рекомендацияны ұсынатын едім. Вот когда сіз өзіңіздің шағым айтып страданияға кетіп бара жатқаныңызды білсеңіз, просто бір фиксируйте. И усилие жасап жатқаныңызды тоже фиксируйте. И посмотрите, насколько у вас страданий, насколько у вас усилий. Назарыңызды аударғым келіп тұр, например, иногда біз бір істі жасауымызды усилие деп ойлауымыз мүмкін, на самом деле это может быть страданием. Сондықтан бұны да ажырата алу керек. Страдание қай кезде болады? Мысалы, бір адам действительно бір болмай жатқан істі қайта жасай беруі и басқа результат күтуі, это тоже страдание. Потому что сен тура солай көрдің, и сен келесі жолда тура сол нәрсені жасап, басқа результат күтуің, скорее всего, это страдание. Это страдание. То есть осыларды назар аударып қарай алу керек. Осы страдать етпеуді үйренуді, және де қалай әрекет етуді, ощущениемен сразу действиеге көшуді, шынымен может страдать етуді автоматизмдер болып қалса, біз соларды потенциал деген трансформациялық тренингте талқылайтын боламыз. Бұл тренингді мен алғаш рет жасадым, өте керемет өтті. Енді келесісін біз мынау сентябрь айының ортасында жасағымыз келіп жатыр. Егер де сізге қызық болатын болса, төменде анкетаға, предзаписке анкета бар. Сол жерге заявка қалдырыңыз. Біздің мамандар сіздерге хабарласып, ең қолайлы ұсынысты ұсынатын болады. Мүмкін келесі выпустарда сіздердің бір сұрақтарыңыз болып, мен қандай да бір тақырыпты талдағанымды қаласаңыз, төмендегі комментарияға жазып кетсеңіз болады.
мына видеоны айтпақшы лайк басып, достарыңызға жіберіп қоюды және каналға подписаться етуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.